Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға келген қонақпен таныстырып өтсеңіз. Бүгін бізде қонақта өздеріңіз көріп отқандай, жеңіліс көрмеген еліміздің мақтанышы кәсіпқой боксшы Айдос Ербосынулы қонаққа келді. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Барлық ойдағыдай ғой? Иә, жақсы. Тамаша, енді құрметті көрермендер, біздің мейманымыз жайлы шағын ақпарат болсын, экранға назар аударайық. WBA WBC тұжырымы бойынша Азия чемпионы, кәсіпқой боксшы Айдос Ербосынулы 1991 жылы Алматы облысы Жаркент қаласында дүниеге келген. Кәсіпқой бокста 2015 жылы алғаш жекпе-жегін өткізген, 9 жекпе-жек өткізіп, 9-ында жеңіске жеткен, 7-еуін нокаутпен уақытынан бұрын аяқтаған. Міне өздеріңіз көргендей 9 жекпе-жек өткізіп, жеңіліс көрмеген, 7-еуін қазақтың жігіттері қандай екенін көрсетіп жүрген. Мысалы, Геннадий Головкиннен бассақ та көбімізіне нокаут, уақытынан бұрын аяқтау келе жатқан. Енді сұхбаттан бастайық. Мен бір сұрақ қойшы осы жерде. Көп осы бізге де Батыр да келді, Данияр Елеусінов те келді, спортсмендер дейміз ғой, еліміздің мақтаныштары келгенде. Көбісіне айтатыны, біз рингқа, алаңға шыққанға қарағанда осындай сұхбатқа неге келген кішкене қысыламыз. Сол рас па? Енді өзіңіз қысылып отырсыз ба деген сұрақ қойдым. Жоқ, еркін отырмын. Еркін отырсыз, иә, еркін отырыңыз, еркін сұхбат болсын. Жаңа ғана көрдік барлығымыз, үнемі көріп жүреміз. Жаңағы шаршалаңға шыққанда өзіңіз бас киім киіп, бөрік киіп, шапан киіп шығасыз. Оның себебі неден кейбіреуі жаңағы Головкиннен қайталап солай киеді дейді. Жалпы өз ойыңыз қандай? Бірдеңізден көрдік та, бөр алатын жігіт бөрігін тастамайды деген. Жазыпсыз Инстаграм парақшасына, сол бөрік кию, шапанмен шығу идеясын кім өзіңізден болма ғой? Енді шапанмен шығу енді жаңағы ең бірінші сөз жоқ, талассыз жаңағы Геннадий ағамыз, Бейбіт Шүменов ағамыз да киіп шыққан шапан. Бөрікпен енді мен бірінші болып шығып отырмын деп ойлаймын, өйткені өзімнің идеям, мына дагестандық нені білесіздер ғой жаңағы? Хабиб Нурмагомедовті. Жаңағы өзінің несін тақиясын тастамайды ғой. Өзінің халқының мәдениетін сөйтіп танытады. Менде де сондай ой болды да, біздің қазақтың неге осындай қасқыр бөрігін бүкіл әлем танымаса деген. Сондай өзіміздің стильде сондай неде шығу, бір жағынан маған өзіме рух береді, бір жағынан халқымның жаңағындай мәдениетін таныту. Тамаша. Әлемдік аренаға шыққанда осылай қазақты танытпағанда қай кезде танытыңыз? Ал өмірде де сонда киіп жүрсіз бе? Өмірде де негізінде бөрік киюге болады, әрине, бірақ енді әзірге киген жоқпын. Бір оны бір қыстың күні бір аңға шыққанда кимесең. Спорттық киіміңізде де түрлі орнаменттер бар екен, оюлар бар екен. Жалпы өзге киімдерге де орнамент салуды. Иә, жалпы біздің қазақтың ою өрнегі өте әдемі ғой негізі. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазақстандық сондай киімдер үлгісі шықса екен деп армандаймын да өзім. Мысалы, Адидас деген сияқты, Джордан деп, Найк деп бөлініп жатады ғой. Сөйтіп біздің спорттық киімдер болса, иә, осындай отандық. Арнайы отандық болса, бренд, отандық бренд. Біз енді мынаны өзіміз үлгі бойынша тіктірдік. Біздің жаңағы мен жақында промоутерлік компаниямен келісімшартта отырған Suleimen қазақстандық жаңадан шыққан Suleimen боксинг промоушн. Сол кісілердің қолдауымен осындай киім үлгісін тіктіріп өзіміз. Мұны естіп отырған дизайнерлер міндетті түрде сізге осындай киім ұсынады деген ойдамыз. Себебі негізі оюлы киімдер бар елімізде. Иә, бар. Тамаша, енді соңғы жекпе-жек алдымызда қыркүйек айында өтті. Беларусьтық Александр Шушис қарсылас болды. Жеңіліс, ол өзінің жекпе-жек бір ерекшелігі сіздің карьераңызда дейміз ғой, бір 10 раундқа созылған алғашқы жекпе-жек болды. Қиынға түсті. Енді әр жекпе-жек қиын түсті. Дайындық қалай болды оған? Қанша уақыт? Дайындық мәселесі енді бұл жекпе-жектің аяғына дейін созылуының себебінің бір сол дайындық жағы кішкене аздау болды. Бізге жекпе-жекке 3 апта қалғанда хабарлады, бізге жекпе-жек болатын жайлы. Сөйтіп біз толыққанды дайындық жиынын өткізе алмадық. Бізге жаңа белбеуге таласасың ба деген ұсыныс түскесін, біз бірден Аллаға тәуекел еттік та алға дедік. Сонымен жаңағы бұлай формада жүргенбіз, енді бірақ мынандай жекпе-жекке жалпы мысалы біз 1,5 ай 2 ай бұрын дайындаламыз да, толыққанды дайындық. Сондай
толыққанда дайындық болмады. Бірден спаррингтен бастап кеттік та. Сондықтан енді алдағы жекпе-жек қашан деп отырсыздар? Алдағы жекпе-жек енді Алла қаласа кіммен деп әлі шештеген жоқ қой? желтоқсан айында деп жоспарлап жатырмыз. Желтоқсан айының сол ортасына қарай. Кіммен қарсыластар қазір шығып жатыр, белгілі бір қарсыластар енді қазір нақты кім екені белгісіз ба сонда? Келіссөздер жүріп жатыр, қазір 3-4 қарсылас бар. Бірақ нақтысы әлі белгісіз, нақтысы белгісіз. Және де біз әр елде дайындық көбінесе өзіңіз алғашқы бірінші, екінші жекпе-жек Украинада болды. Одан кейін Америка құрама штаттарында болды, елімізде болды. Енді ол жекпе-жекке дайындық қай елде болады? Енді Алла қаласа осы жақын арада ақш-қа оқу жиыны жаттығуына аттанамыз, Алла бұйырса. Жекпе-жектің өзі Ресейде өту керек, Москвада. Соны қазір күтіп жатырмыз, қазір сол жаңа ол жағы да келіссөздер жүріп жатыр. Алла қаласа осы жақын күндер шешіліп қалу керек. Тамаша. Айдос, бізде мынадай сұрақтар бар, WhatsApp желісі арқылы бізге келген мейманға сұрақтар жібереді көрермендер. Мынадай сұрақтар бар. Айдос, ұл баланы боксқа қанша жастан бастап берген дұрыс болады дейді, Алматы қаласынан Бақыт деген көрермен жіберген екен. Кейін қалай бастаған дұрыс дейді жалпы бокс өнеріне? Жалпы енді бокс өнеріне енді әрқалай береді ғой баланы. Сіздің пікіріңізше неше жастан бастап берген? Меніңше енді қатты ерте емес, қатты кеш емес беру керек та. Сіз қанша жастан бастадыңыз? Мен өзім 5-ші сыныптан бастадым. 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар ең дұрыс кездер ғой негізінде. Өйткені жаңағы бала кішкентай жеңіл салмақта болған кезде соққылар қатты болмайды да. Сол кезде жаңағы удардан қорғанып, соққыдан қорғанып, соққыны қалай ұрып, сөйтіп үйреніп алса, кейін салмақ ауырлаған сайын оған жеңіл болады да. Сондықтан баланы неғұрлым енді ертерек жасқа келгеннен кейін. Ертерек берген дұрыс та. Тамаша. Енді Айдос, бізде бір ойын бар бағдарламада. 10 сұрақтан тұрады. Қазір тез-тез 10 сұрақ қоямыз. 10 сұраққа иә немесе жоқ деп жауап бересіз. Шынайы жауап беруіңіз керек. Бастысы, дайынсыз ба? Атақ үшін жұмыс істейсіз бе? Иә. Спирттік ішімдік ішіп көрдіңіз бе? Жоқ. Мақтағанды ұнатасыз ба? Иә. Бала кезіңізде сотқар болдыңыз ба? Бар аздап. Иә. Кітап оқисыз ба? Иә. Шет тілдерді білесіз бе? Аздап. Иә, жоқ. Иә. Жалқаусыз? Жалқаусыз ба? Жоқ. Бокс шоу ма? Жоқ. Шенеунік бұлғасыңыз түссе, бокс қолғабын портфельге айырбастар ма едіңіз? Айырбастар едім. Иә. Кейін келешекте, қазір емес. Ән сала аласыз ба? Иә. Әудемейтін қазақ жоқ дейсіз ғой. Айдос, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Алда жеңіс күндерді тілейміз, тек қана жеңіс. Еліміздің осындай мақтанышы болып жүре беріңіз. Айтып отырмыз ғой, жаңағы ресейлік Хабиб сияқты папаха деп қазақтың ұлттың, қазақтың жігіттерін көрсете беріңіз дегіміз келеді. Рахмет сұхбатыңызға. Сіздерге де рахмет, қонақ қылғандарыңызға. Барша қазақ еліне мол табыс тілеймін, күндері сәтті өтсін. Рахмет үлкен.